Әр салада өзін-өзі жақсы дамытып, айналасындағы адамдарға қамқорлық жасауға, биік мақсаттар мен жоғары нәтижелерге ұмтылған жастар бүгін елбасы медальмен марапатталды. Нұрсұлтан Назарбаев қоры ұйытқы болған шараның 4-ші кезеңінде 122 жеңімпазға қола медаль табысталды. Былтыр бастау алған бағдарламаға еліміздің барлық өңірінен 11 мыңнан астам жас қатысты. Қатысушылардың 23% ауыл балалары. Оның ішінде жалпы 3535 адам қола деңгейін сәтті аяқтаған. Айта кеткен жөн, жоба 7 негізгі бағыттан тұрады: спорт, таланттар мен дағдылар, кітап оқу, ұлттық мұра, волонтерлік, экспедициялар мен жорықтар, еңбек практикасы. Бағдарламаға 14 мен 29 жас аралығындағы қазақстандықтар қатыса алады. Ал елбасы медалінің күміс және алтын иегерлері алдағы жаз бен күз айларында анықталатын болады. Жалпы бұл жоба барысында мен өзімді басқа жағынан ашқан болатынмын, өйткені спортта болсын, өз спортқа деген қабілетімді аштым. Ал волонтерлік қызмет барысында мен өз ініме неміс тілін үйреттім. Өзімнің методикамды ойлап таптым, сол маған мүмкін болашағыма үлесі тиеді деп ойлаймын.